неге менің мақсаттарым орындалмайды? Мен жыл сайын жаңа мақсаттарды жазамын. Жылдың соңында қарасам, бірнеше орындалады да, бірақ менің негізгі өмірімді өзгертетін мақсаттарым орындалмайды. Көп ақша тапқым келеді, табысымды өсіргім келеді, үй алғым келеді, көлік алғым келеді, бизнесімді жаңа деңгейге шығарғым келеді деген сияқты мақсаттар орындалмайды. Осы мақсаттарға жету үшін білім аласың, көп жұмыс істейсің, бірақ қарашы, соңғы жылдарға 4-5 жылда қарасаң, бір деңгейде тұрған сияқтымын. Бұл жерде ойыңды өзгерт, өмірің өзгертеді деп жатады, бірақ мен бір нәрсені айтайын. Бұл жерде тек қана ой емес, біздің сезімдерді де бірге өзгерту керек. Өйткені ойдан көрі менің сезімдерім көбірек өміріме әсер етеді. Ол қалай? Мен таңертең оянған кезде үнемі қарызды ойлайтын болсам, проблеманы ойлайтын болсам, үнемі ішімде бір раздражение, сенімсіздік, қорқыныш сезілетін болса, онда мен әлемге осылай заказ беріп жатқан сияқтымын. Өйткені өмірде мен не сезінемін, сол нәрселер болады. Мысалға, менің продажам жүрмей қалатын сияқты, сата алмайтын сияқтымын, менен кім алады деген оймен жүрген болсаң, ол да, пожалуйста, сауда жүрмейді. Немесе ақша қиын келеді, қарыздан құтылу керек, ақша жетпейді деген сезімдерді сезім жүрсем, онда ақша қиын келеді. Міне, оймен сезімді бірге басқарып үйренуіміз керек. Сол үшін қарап көр, күнде таңертең бақыла. Қандай сезімдермен жүресің? Қандай ойлар жиі келеді? Осыны оқып үйренсең, сен уже мақсаттарың орындалуына бір қадам жақынсың. Менің каналыма жазыл, сол жерде мен осындай жұмыс істейтін инструменттермен бөлісетін боламын.